ПДД Тест КЗ. Умное начало твоего пути. Сәлеметсіз бе? Осы сабақты бастамас бұрын сізге өткен сабақтардың тақырыптарын оқып шығуды ұсынамыз. Бүгін біз Қазақстан Республикасы ел мекендерінің автомобиль жолдары мен көшелеріне орнатылатын жол белгілерін зерделеуді жалғастырамыз. Жол белгілерінің екінші тобы басымдық белгілері. Олар жол қиылыстарынан, жолдың жүру бөліктері мен тар учаскелерінен өту кезектілігін белгілейді. Реттелмейтін қиылыстардан негізгі жол басты жол деп аталады. 2.1 басты жол белгісімен белгіленеді. 7.13 басты жолдың бағыты белгілері қиылыстағы басты жол бағытын өзгерткен кезде қолданылады. Олар қиылысу схемасын көрсетеді. Басты жолға бұрылған кезде жүргізуші қиылысты кесіп өткен кезде бұрылу сигналын қосуы тиіс. Сіз басты жолмен жүрсеңіз де көк қызыл жарқылдауық маягі және арнайы дыбыстық сигналы бар көлік құралдары жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Мұндай көлік құралдарының жол жүру артықшылығы бар. 2.2 басты жолдың соңы белгісі жүргізушіге қозғалыс барысында келесі қиылыста жол беруге тура келетінін білдіреді. 2.3.1 белгісі екінші дәрежелі жолмен қиылысу жүргізушіге оның басты жолмен қиылысқа жақындағанын, ал сол және оң жақтағы жолдар екінші дәрежелі екенін ескертеді. 2.3.2 және 2.3.3 екінші дәрежелі жолға жанасу белгілерінде кең қара сызық басты жолда, ал тар екінші дәрежелі жолды білдіреді. Бұл белгілер екінші дәрежелі жолдарға орнатылады. 2.4 жол беріңіз. Бұл белгі жүргізушіге қиылысатын басты жол бойымен жүріп келе жатқан көлік құралдарына жол беру қажеттігін білдіреді. Ол көбінесе қиылыстың алдында орнатылады. 2.5 аялдамай жүруге тыйым салынады белгісі тоқтаусыз жолдың алдында. Ал егер ол қиылысатын жүріс бөлігінің шетінің алдында болмаса, тоқтаусыз жүруге тыйым салынады. Жүргізуші кесіп өту қажет басты жолмен жүріп келе жатқан көлік құралдарына жол беруі тиіс. 2.5 белгісі теміржол өтпесінің немесе карантиндік бекеттің алдында орнатылуы мүмкін. Мұндай жағдайларда жүргізуші тоқта сызықтың алдында, ал ол болмаған кезде белгінің алдында тоқтауы тиіс. 2.5 аялдамай жүруге тыйым салынады белгісі. 2.4 жол бер белгісінен айырмашылығы қиылысқа шықпас бұрын қозғалысты толығымен тоқтатуды талап етеді. Яғни алдымен қауіпсіз жүру мүмкіндігін анықтап, қозғалысты жалғастыру керек. 2.6 қарсы жүру басындағы белгісі, егер бұл қарсы қозғалысты қиындату мүмкін болса, жолдың тар учаскесіне кіруге тыйым салынады. Жүргізуші тар учаскеде немесе оған қарама-қарсы кіреберісте қарсы келе жатқан көлік құралдарына жол беруі тиіс. Жолдың белгіленген учаскесіне кіруге, егер сіз қарсы қозғалысты қиындата алсаңыз ғана тыйым салынады. Егер кездесуге келе жатқан көлік бір-біріне еркін тарай алатын болса, онда жол берудің қажеті жоқ. 2.7 белгісі қарсы жүру алдындағы басымдық. Жүргізуші қарсы келе жатқан көлік құралдарына қатысты артықшылыққа ие болатын қозғалыс кезінде жолдың тар учаскесі. Қарапайым ережені есте сақтаңыз. 2.6 және 2.7 белгілеріндегі қызыл жебе бейнелейтін жүргізуші жол беру керек. Бұл белгілер әдетте қиылыстарға қойылмайды. Есте сақтау керек. Басымдық белгілері бағдаршаммен жойылады. Құрметті оқушы, міне біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Сіз біз берген ақпаратты жақсы меңгердіңіз деп үміттенеміз. Енді біраз демалып, әрі қарай оқуға кірісіңіз. Сізге сәттілік тілейміз.